Барлығына сәлем достар. Тынық мұхитының оңтүстік бөлігінде найзағай астында жұмбақ арал жасырынған. Көптеген жылдар бойы теңіз адамдары бұл жұмбақ аралды айналып өткен. Ал тікұшақпен жақындай бергенде соқтығысқа ұшыраған. Соғыс кезінде ақш президенті ғалымдарды қаржылай қамтамасыз етіп, кеңестік одақтан бұрын жұмбақ аралдың спутник арқылы зерттелген бай керекті ресурстарына қол жеткізбекші. Экспедицияны Билл Рэндек басқарады. Керекті жарақтар мен әскери жасақ дайындады. Жұмбақ аралға жеткенде Билл Рэндек президенттің тапсырмасы бойынша емес, өзінің зұлым жоспары аралдағы Конгоны оятып, бүкіл әлемге құбыжықтардың бар екендігін дәлелдеп көрсету болған екен. Сонымен қатар экспедицияның басқа да қатысушылары осал емес болып шықты. Олар да өздерінің қызығушылықтары үшін аралға келген. Бұл адамдар жұмбақ аралда қалауларына қол жеткізе алады ма? Бірге білейік. 1944 жыл жұмбақ аралдың оңтүстік бөлігінде екі әскери ұшақ соқтығысқа ұшырайды. Аман қалған ұшқыштар жерде бір-біріне шабуыл жасайды. Құмды жағалаудан өтіп, джунглиде жасырынып, қарсыластар жекпе-жекті жалғастырды. Қатардағы жауынгер қарсыласының суық қаруы тамағына кезеліп тұрғанда, кенеттен жауынгерлерде ортақ қауіп пайда болады. Алып маймыл Конгоның аралға шақырылмаған қонақтарды жалмауға тырысты. 1973 жыл ақш суық соғысты Вьетнамда және кеңес өкіметімен арпалысуда. Және Вашингтон көшелері көтеріліс адамдарына толы. ақш еліне ауыр күнде геолог Билл Рэндек та сенаторға дереу кездесуге келеді. Сәттілікке сүйеніп, Билл сенаторды жиналысқа бара жатқан жолында кездестіріп қалады. Геолог бірден сенаторға картада жоқ, бірақ спутникпен түсірілген жұмбақ аралды фотосын көрсетеді. Әртүрлі халықтың аузында жүрген бұл аралда ешкім жоқ, бай ресурстарды алуға болатынын айтып, қаржылай көмек сұрайды. Сенатор айтылған әңгімені тыңдамай орнынан тұрып кетеді. Бірақ геолог артынан қалмай, ең маңызды ақпаратты айтады. Ертең кеңес үкіметі спутнигі бұл жұмбақ аралдың үстінен өтетінін айтады. Және де қарсыластар арал ресурстарын зерттеуін бірінші бастап кетуі мүмкін. Сенатор келісімін беріп, экспедицияны қаржылай қамтамасыз етеді. Экспедиция адамдары әскери жасақпен аралға Вьетнамнан бастау алды. Әскери отрядты ақш елінің соғысты уайымдап жүрген Престон Паркет басқарды. Ол соғыстан кейін үйіне қайту керек болған, бірақ генералдың айтуы бойынша соңғы тапсырманы орындаулары қажет. Билл көмекшісімен топқа қажетті тағы бір потенциалды адамды тапты. Геолог кездесуге өз ісінің шебері, джунглиді жақсы білетін Джеймс Конрадқа келеді. Қазір ол кедей өмірінің арман мақсатсыз сүріп келеді. Қауіпті, әрі белгісіз, картада жоқ жұмбақ аралға экспедицияны басқаруға Джеймс келіседі. Тек қана үлкен төлем төленсе және тірі қайтып келген жағдайда премия беруді сұрайды. Және бұл экспедицияға әскери фотограф Мейсон шақырылды. Келесі күні Бангкок кемелеріне топ қатысушылары жиналып жолға шықты. Геолог аралдағы мүмкін жағдайларды айтып таныстырды. Геологтар әскери ұшақтар арқылы сейсмологиялық бомба тастауды жоспарлады. Қауіпсіздік үшін джунгли ішінде әскери жасақ Джеймс Конрад артынан еретін болады. Кеме найзағай соғып тұрған қорқынышты аралға жақындады. Кеме басшысы экспедицияны дереу тоқтатуды сұрады. Себебі адамдардың өмірін сақтап қалғысы келеді. Енді бұл экспедицияның жалғасуын полковник шешеді. Паккарт ұшақтарды қорықпай әуеге көтеріп, үйге жеңсіз қайтпайтынын айтты. Паккарттың сенімі ақталып, ұшақтар бораннан аман өтіп, керемет табиғат көрінісіне тап болды. Ғалымдар тапсырманы орындауға кірісті. Топтың адамдары ұшақпен жерге қонып, керекті жарақтарды түсіріп алған. Ал отряд әуеге көтеріліп, сейсмологиялық бомбалар тастауға шықты. Ұшқыш бұл көріністен ләззат алған кезде пальма ағашының бірі ұшақты ұшып құлатады. Ал қалған ұшақтарды алып Конго жалмай бастады. Полковниктің командасымен ұшақтар Конгоға қарай оқ жібереді. Бірақ оқтар алыпқа мүлдем қауіп төндірмейді. Паккарт отырған ұшақта соқтығысқа ұшырап, полковник аман қалады. Нағыз соғысқа тап болған түсінген жауынгер алдына қарсыластың көзін құртамын деген нақты мақсат қойды. Конгомен бірінші кездесуден әуеде аман қалған ұшақтар қалмады. Аман қалған әскерилер жерде жиналып топ құрды. Конрад пен Мейсон аралдың солтүстік жағына орналасты. Кәсіпқой ізкесуші аралдың солтүстік бетіне жол ашпақшы. Себебі 3 күннен кейін арнайы жасақ қайта адамдарды алып кетуі тиіс.
Сол уақытта полковник аралдың оңтүстік бетіне жол түзеуде, себебі онда жас сарбаз Чапман орналасқан. Бұл құлаған ұшақта өте маңызды өмірімен жауап беретін мағалы зат бар. Полковник жолда бірнеше аман қалған сарбаздарын табады. Арасында бір сарбаз жан тапсырған. Сарбаздардың мойнындағы жетондарын жинап, полковникке тапсырды. Полковник ғалымды тауып, экспедицияның мақсатын айтуын сұрайды. Сондағы снарядтар Конгоны ашуландырып, сыртқа шығару үшін әдейі жасалған екен. Билл мұнда 30 жыл бұрын құбыжықтармен кездескен. Бірақ экспедиция тобының ішінде тек бір өзі ғана аман қалған екен. Оны айтып берген әңгімесіне Нью-Йоркта ешкім сенбеген. Сондықтан ол монарх атты арнайы құбыжықтарды ұстайтын экспедициялық топ ашқан. Ғалымның ойынша, Конгоны ұстап, дәлел ретінде Конгоны бүкіл әлемге көрсету болып шықты. Конрадтың тобы джунгли арасымен солтүстікке қарай бет алды. Сарбаз рация арқылы аман қалған жасақтармен байланысқа шықпақшы, бірақ барлығы бекер. Топ өзен жағасына жетіп, су астынан шыққан алып су бұқасын кездестіреді. Бірақ ол адамдарға еш зиян тигізбей бұрылып кетеді. Паккарт пен Биллдің отряды бамбуктардың арасында келе жатып, алып өрмекшінің аяқтарының астында қалды. Сарбаздар қаруларын өрмекшіге кезеп, аяқтарынан айырғанда, өрмекші ақыры жерге құлады. Полковник Паккарт аяусыз соңғы оқты маңдайына жіберді. Конрад пен Мейсон тобы ескі ғимараттарға тап болды. Мейсон объектив арқылы ғимараттардың кереметін түсіре отырып, бір мезеттен адамның көзін байқап қалады. Жан-жақтан қарулы жабайы адамдар шабуыл жасай бастады. Қайғылы жағдайдан бейтаныс адам аман алып қалады. Ол нақты жабайы адам емес екендігі белгілі. Таң қалған адам бұл аралда 30 жыл шамасында өмір сүріп келеді. 8 мәрте қалыпты әлемге оралуға талпыныс жасаған. Қуанышқа орай, көмектің өзі келді. Еркек лейтенант Хэнк Марлоу 1944 жылы арнайы экспедицияның аман қалған мүшесі болып шықты. Ол топқа қауіпсіз жерге жасырыну керектігін айтты. Жалғыз қалған сарбаз Чапман теңіз жағасынан жарақатын емдеуге тырысқан Конгоны кездестіріп, су астынан пайда болған 8 аяқ құбыжығымен шайқасын бастады. Жалғыз қалған сарбаз Чапман теңіз жағасынан жарақатын емдеуге тырысқан Конгоны кездестіріп, су астынан пайда болған 8 аяқ құбыжығымен шайқасын бақылады. Конго 8 аяқтың көзін құртып, түскі асқа тойып алды. Ол уақытта полковник топты жабайы адамдар ауылына ертіп келді. 30 жыл бойы осы адамдармен өмір сүрген. Ол топқа Конгоға бас ию орнын көрсетті. Конго аралдағы адамдарды басқа алып құбыжықтардан қорғайтыны белгілі болып шықты. Сол үшін адамдар арал басшысын құрмет тұтады. 30 жыл бұрын отряд адамдарын жалмаған Конго емес жер асты айдаһары болып шықты. Сол уақытта көзін құртқан Конго болып шыққан. Ал ғалым Билл қайта бомба лақтырып жер асты айдаһарларын оятты. Конго сол үшін қатты ашулы. Ол жер асты айдаһары Конгодан бірнеше есе алып, және оянған жағдайда ешкімнің аман қалмайтыны сөзсіз. Конрад полковникке көмек келгенде бірге үйге қайтуға ұсыныс жасады. Бірақ ол аралдың солтүстік бөлігіне жаяу жету мүмкін емес екендігін айтты. Осы 30 жыл бойы үйге қайту мақсатында құлаған ұшқыштар қалдықтарынан жасаған кемеге отыруға ұсыныс жасады. Бірақ кеме әлі жүруге дайын емес. Сол үшін топ кемені жүргізуге кіріседі. Ал Мейсон бұл уақытта сөзсіз ерекше кадрларды жасап үлгереді. Мейсон аяқ асты жапа шеккен жануардың дауысын естіп құлаған ұшақтың астында қалған су бұғысын тапты. Мейсон бар күшімен жануарға көмектесуге тырысты, бірақ күші жетпеді. Сонда оған көмекке алып Конго келеді. Бұғыны босатып қызға зиянын тигізбей бұрылып кетіп қалады. Полковник сарбаздармен алыптың қанды іздерін табады. Қарсыласын өлтіргісі келетін полковник Чапманның орналасқан жеріне жетуге міндетті. Чапманның ұшағында үлкен жарылғыш заттар болып шықты. Сол арқылы ол құбыжықтың көзін құртпақшы. Көмектің келуіне 48 сағат қалғанда Конрад топпен кеме арқылы жолға шықты. Полковник соғыс алдында үйленіп аралға кетер алды бір күн бұрын әйелінен ұлы дүниеге келген жайлы хат алғанын еске түсіреді. Басқа әлемде отбасы оны күтуде ма белгісіз. Сарбазға байланыс орнатып полковникпен сөйлесуге мүмкіндік туды. Олар 2 километр жақын маңда орналасқан болып шықты. Конрад оларды жолай алып кетпекші. Олар жағада кездесіп, Конрад солтүстікке жол тарту жайлы жоспарды жеткізді. Ал полковник кері қайтып, жалғыз қалып қалған сарбазды алып кету керектігін айтты.
Алып айдаһар жайлы ойлана отырып, Конрад полковникпен келісуге тура келді. Қысқа үзілістен кейін топ жолға шықты. Конгтың ата-анасынан қалған ескі сүйектерге тап болады. Сүйектерге жеткенде айналаны жасыл түстес ауа метан шарпыды. Темекі шеккен сарбаз жарылысқа себеп болды. Сол уақытта айдаһар құбыжық пайда болып, аузынан Чапманның жетонын шығарады. Топ алып айдаһарға тап болады. Ғалым Билл болып жатқан жағдайды дәлел ретінде фотоға түсіріп тұрғанда алғашқы болып жан тапсырды. Топ жауызға оқ атып аман қалуға тырысып жатқанда Мейсон ауаға от ашып, алып жауызға бет алды. Алып айдаһар өртке оранып ақыры жан тапсырды. Полковник топқа артқа қайтуға ұсыныс жасады. Қатыгез полковник сарбазды құтқару керектігі жайлы айтты. Конрад оған жауап ретінде Чапманның жетонын көрсетті. Сол кезде полковникке шынайы сарбаздың ұшағына барудың себебін ашып айтты. Полковник жарылғыш затқа қол жеткізіп, Конгоның көзін құртып осы соғыста жеңіспен қайтуға мақсат қойғанын айтады. Арада сөз талас пайда болып, полковник Конгоның аралдың қорғаушысы екендігіне сенуден бас тартады. Конрад полковниктің есі ауысқанын түсініп, кемеде күтетіндерін айтады. Полковник келісіп сарбаздарын алып жолға шықты. Топ жарылғыш заттарды тауып түнге қарай Конгоға тұзақ құрды. Бірінші жарылыспен Паккарт Конгоны өзіне қарай шақырды. Көз алдында алып Конго пайда болды. Паккарт теңізге от лақтырды. Онда жанармай толы болып тұр. Айнала өртке оранып, Конго өртене бастады. Бірақ ол өрттен шығып бірнеше сарбаздарды көзін құртып, әлсіз күйде полковниктің алдына құлады. Ол сарбаздарына жарылғыш снарядты дайындауды сұрады. Сол мезетте Конгоны аман қалу үшін Конрад тобы пайда болады. Олар есі ауысқан Паккартты тоқтата алды. Бірақ енді одан да қауіпті алып айдаһар пайда болды. Барлығы аман қалуға тырысып қашып жатқанда тек полковник намысшыл күйде жан тапсырды. Топ кемеге қарай қашып барады, бірақ алып айдаһар ізден қалар емес. Көмекке Конго қайда келіп, айдаһарға шабуыл жасады. Конгоның қасында әлде қайда әлсіз болғандықтан, оны айдаһар кеменің үстіне лақтырып жібереді. Конго темірге оратылып қозғаусыз қалды. Топ айдаһарға оқ жіберіп жатқанда Мейсон ракетница арқылы айдаһардың миына дәл соққы жіберді. Бұл іс-әрекеттер Конгоға темірден босатылып шығуына уақыт береді. Конго айдаһарды ақыры басын жұлып жеңіске жетті. Адамдардың қауіпсіздікте екендігіне көз жеткізіп, алып кетіп қалады. Аман қалғанда көмек келетін нүктеге жетіп қалды. Олар бір-біріне аралдың құпиясы жайлы мүлдем жақ ашпауға уәде береді. Полковник Хэн Марлоу ұзақ жылдан кейін отбасына қайта оралады.